құштар мектеп жобасы аясындағы буккроссинг желілік акциясы жүріп отырады. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты білім алушылар кітап оқуға насихаттау. Бірінші курс білім алушылары бұл іс-шараға бірінші рет қатысуда. Дегенмен олар үлкен белсенділік көрсетуде. Мен өзіміздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бейбітшілік кіндігі туралы кітап әкелуді жөн көрдім. Себебі бұл іс-шара оқуға құштар мектеп жобасы аясындағы іс-шара, жиналған барлық кітаптар білім алушы білімнің кеңейтіп, университетке зор пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Оқуға құштар мектеп жобасына арналған іс-шараға арналған буккроссинг жобасына біз сияқты білім алушылар кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыруға көмектеседі. Мен Мұқағали Мақатаевтың «Аманат» атты кітабын алып келдім. Себебі бұл кітаптың беретін мәні мен рухани мұрасы өте зор. Мен Саржас кәсіп техникалық колледжінде буккроссинг атты жобасына атсалыстым. Осы кітаптардың ішінде «Жау тылындағы бала» атты кітабын оқып шықтым. Бұл кітап маған қызықты әрі мағыналы болды. Сіздерге өте қатты ұнайды деген сенімдемін. Және сіздерге ұсынамын. Бұл кітапты ұсынған себебім, бұл кітаптың өмірге беретін тәрбиелі мәні көп. Менің ойымда бұл кітаптың сіздерге қатты ұнайды деген сенімдемін.